Сәлем достар, қызықты фактілер арнасына жазылуды ұмытпаңыздар. Қара қайман. Қаймандар Амазонканың ең ірі жыртқышы болғандықтан, көзіне түскеннің бәрін жей алатын қабілетке де ие. Оның ұзындығы 6 метрге дейін жетеді екен. Электрлі жылан балықтар. Қуаты 600 вольт. Бұл 2 метрлік құбыжықтар адам үшін өте қауіпті болып табылады. Себебі бұл қуат кәдімгі американдық розеткадағыдан 5 есе көп болғандықтан адамды ғана емес, атты да жерге түсіретін күшке ие. Егер олар электрлік разрядпен бірнеше рет ұрса, адамның тыныс жолы тарылып, есінен таңып суға батуы мүмкін. Су айдаһары, яғни анаконда. Амазонканың тағы бір ірі құбыжықтарының бірі. Әлемдегі ең ірі жылан болып саналатын әйгілі анаконда. Салмағы 250 килограммға дейін жететін анаконда ұрғашысының ұзындығы 9 метрді, ал диаметрі 30 сантиметрді құрайды. Бұл жыртқыштар көбінесе таяз суды жақсы көретіндіктен, негізінен өзеннің өзінде емес, оның тармақтарында мекендейді. Өгіз акула. Көбінесе мұхиттың ащы суларында мекендегенімен, оларды тұщы суда да кездестіруге болады. Тістеу күші 589 килограммға дейін жететін 3 метрлік жыртқыштардың ірі жақтары мен өткір тістеріне ешбір тірі жан төтеп бере алмайды. Пираньялар. Амазонканың ең қауіпті жыртқышы болып саналатын кәдімгі пиранья кез келген адамның бойында үрей тудырары анық. Голливуд фильмдерінде жиі кездесетін бұл жыртқыштар негізінен жемтік жейді. Бірақ олар тірі ағзалармен де қоректенгендіктен екі жағының арасындағы тістеген етін еш шығармайды. Куба-паку. Адамның тістеріне ұқсас тістерге ие бұл балықтар пираньялар тектес ірі балық болып саналады. Алайда пираньяларға қарағанда бұл балықтар жемістер мен жаңғақтарды да жейді екен. Куба-пакудың бір ерекшелігі олар ағаштан түскен жаңғақ пен ер адамның сыртқы жыныс ағзаларын ажырата алмайды. Сол себепті де адамдар үшін өте қауіпті жыртқыштар қатарына енеді. Скумбрия тәріздес гидролик. Ұзындығы 1 метр болатын гидроликтерді қансорғыш балықтар деп те атайды. Бұл балықтардың төменгі жағында ұзындығы 15 сантиметрге дейін өсетін екі өткір азуы бар. Азу тістерімен өздерін зақымдап алмаулары үшін олардың үстіңгі жақтарында арнайы тесіктері бар. Біздің YouTube арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.